Сәлем достар, бүгін бізде новый видео. Бүгін Robloxта хит болып жатқан Brain Rot деген ойынды мен бірінші рет ойнайын деп тұрмын. Ал мен ойында бастадым. Мен пока ойынның шартын білмеймін. Былай жүгіріп, не жасайтын, не істейтінімді көре берейін. Мына жерде мен атым жазылып тұр. Бірақ кіріп шықтым, түсінбеймін не деп тұрғанын. Мыналардың барлығы қызыл дорожкамен қайда бара жатыр. Мыналардың түрлері қызық бара жатыр. Ой, мынау не дейді? Анау капучино, балерина деген сияқты сөйлеп жатыр ғой, Так, енді мен маған мынау стрелкамен бар деп тұр ғой, енді сен мынау бір жерге кір деп тұр, атым жазылып тұрған жерге. Ақшаңды жина дейма, бір нәрсе деп тұр. Так, мен енді мына стрелка бойынша мына жаққа кіруім керек. Маған бұл ақша жина деп тұр. Мына жерден жинайды екен ғой. Заблокировать ет. Мен сонда мынаны жауып қоям ба? Мына жерден ақша жинаймын да, мынаны жауып қоям, я? Мен түсінгенім бойынша сондай болып деймін. Так, енді мына жерге мен блоктап, бір нәрсені блоктап кетемін ба? Сондай болып тұрмын. Достар, мынау ойынды кім ойнады, комментарийға жазып кетіңіздер, қалай ойнайтыны туралы маған. Мынау үкі, мынау бандит сияқты, мынау піл, мынау вообще кактус, неше түрлі жануарлар келе жатыр. Ойбай, ананы қара, дельфин мен банан. Фу, қалай. Вообще бір персонаждар бар екен. Чайник тұр. Мынау немене, мынау? Түсінбедім. Мен мына жаққа кірамайды екем. Мен секіріп кірамай жатырмын. Ана неге барып көрейінші? Бұлардың барлығы қай жаққа кіріп баратыр? Бұлар мына жақтан шықты. Мен ол жаққа кіре алмадым. Енді бұлардың барлығы мына бір жерге кіріп баратыр. Мен де осы жерге кіріп көрейін. Ой, бұл жаққа да кіре алмадым ғой. Мыналар кіре алады да, мен неге кіре алмаймын? Мен сонда не істеуім керек? Так, ақша ала берейін мен мына жерде. Сонда мыналар маған ақшаның бәрін бесплатно беріп тұр ғой, я? Мыналардың қасында купить деп жазылып тұр ғой. Мен сонда мынау ақшаға осыларды сатып алуым керек болып тұр ма? Так, менде қанша ақша бар? Менде пока ақша аз. Тоқта, мыналар не істеп жатыр? Мынау бір ұл ма, қыз ба кіріп өзінің жеріне кіріп жатыр ғой. Мен мыналарға кіре алмаймын. Бұлар өздері жаңағыдай блокировка қойып тастама бір нәрсе. Так, енді мен мына жерден ақшаларымды ала берейін, ақша жинайын. Менде қазір 72 теңге деп айт. Теңге деп қазақша айта берейін енді, я? Алар жоқ, доллармен тұр ғой, енді мына заттар доллармен тұр. Ана жерде собрать деген жерде де 17-18 доллар деп тұр. Сонда сол долларлардың барлығын жинап, мен мынау жануарларды сатып алуым керек. Қара, ит, еще қарбыз. Мынау енот, мынаудың басы мысық, денесі адам ба немене. Ал енді ақшаларымды жинай берейін. Былай да жүгірсем, мен ақша алады екем. Мен өзімнің жиналып тұрған ақшама сай осыларды алуым керек. Мынау ойын сонда осын сатып алам. Сондай болып тұр ғой, я? Так, өзімнің жеріме келдім. Ақшаларымды алам. Давайте былай жүрейін. 1500 ба болды, кажется, ақшам. 1500 доллар ма болды. Так, мыналардың несіне? Мен түсіндім, достар, мынаны сатып алады екенмін да. Сосын мыналар өздерінің базасына қойып қойған ғой. Сол сияқты мен өзім осыларды сатып алам да, өзімнің базама қойып қояды екем. Енді мен өзімнің ақшамның жеткеніне қарай біреуін алуым керек осы жерден.
Сосын достар айтпақшы ше, мына жерде мен біреуіне жаңа кіріп қала жаздадым ғой, мына ше, мынаған кірейін, мынаны қара, ана жерде украсть деп тұр. Мынаны ұрлап алуға болады екен достар. Мынаны қара, мені үкіні ұрлап кеттім. Үкіма неменен очки киіп алған, ұрлап кеттім. Мына жаққа қойып қойдым. Мен короче достар ойынды түсіндім. Мен мына жерде анада ұрлап алдым ғой, мынаны үкіні қойып қойдым өзімнің неме. Сонымен олар мына тұрғандар бәрі маған ақша береді. Мен былай да былай жүремін, ақшаны жинап алам да, сосын мыналарды сатып алам. Фу, банан дельфин түрі жаман екен, ұнамай тұр ше. Бір ден дұрыстау персонаж сатып алуым керек мына жерден ше. Так, мыналардың бағалары әртүрлі екен. Мына 20 мың дейді, мына 750 дейді. Но не сатып алмай тұр. Давай, купить. Сатып алдым ғой, сатып алмадым ба не жаңағыны? Қашып кеттім әлі мен соге. Или ақшам жетпей қалды ма? Ақшаны жинап алайын. Жоқ, сатып алыппын ғой, но енді келе жатыр ғой, асықпай мына жақтан. Так, мен енді мына ойынды жаймен деп түсініп келе жатырмын. Үкі бар мына жаққа. Үкіма білмеймін енді. Тағы да ақша жинауым керек. Жүгіріп ақша жинайым. Менде 2 үкі болды. Біреуін сатып алдым, біреуін ұрлап кеттім біреуден. Сосын тағы да бағана сатып алған нем бар. Сонымен менде 3 бар. Енді тағы да 2 алуым керек. 2-ді алу үшін мен ақша жинауым керек. Енді мына жерден маған шошқа керек емес. Мына жерден арзандау бір нормальный нәрсені сатып алуым керек. Мынау піл. Короче, достар, менде 2 піл, 2 үкі болды. Так, ақшаны жинайын, тағы да жинайын. Күшті екен мына жерде бесплатно ақшаны ала бересің. Айтпақшы достар, мына жерде ше, мен жаңаны біреудің үкісін алып кеттім ғой. Сол сияқты менің де заттарымды ұрлап кетпес үшін мынаны блокқа қойып жауып қойма болады екен. Жүр, давай бар, короче, пілді сатып алдым. Сосын жаңағы сатып алған. Так, мен қандай нәрсе сатып алмадым? Басқа бір нәрсе сатып алайын да, мен ақшам жетпей тұр ма? Жаңағы сатып алғандарым бар ғой, мына жерде менде 2 үкі, 2 нелер сатып алдым ғой. Сонда ақша жинаған жерден мен бұларды сатуыма болады. Ше, өзімде тұрған нәрселерді сатуыма болады. Мысалы, мына жерде мен біреуін сатып жүрдім да, біреу босап тұр. Бір орын бос тұр. Осылардан ақшаны жинайым, жинап алам да сатам, короче. Жатқан бизнес дейсің ғой. Біреудікін мына жерден ұрлап аласың. Ұрлап алғанда ашық қалып қоя ма, короче, или уақытында жаңа 60 секунд деп тұрды ғой, сондай ғана уақыт бере ма, сондай ау деймін. Давайте, мен сендерді сатып аламын, давайте, домой барыңдар тез. Так, жүгіріп барып көрейін. Твоя база деп тұр. Менде жоқ. Короче, мына бетім толып тұр. Менің бағанағы сатқан жерімнің біреуі бос тұр. Енді тағы да ақша жинайын. Мен ақшам көбейіп жатыр, күшті болып жатыр. Енді қараңғы түскен ба? Что-то қараңғы. Давай жүгіреміз. Сонда мынау подиум сияқты ше, қызыл дорожкамен, подиуммен кетіп баратқан персонаждар сияқты кетіп баратады да, осылардың біреуін. Анау не бар ғой, мода көрсететін жер бар ғой. Подиумда бүйтіп модельдер шығады ғой, былай жүріп, әртүрлі киімдер, бір қарасаң непонятный, бір адам өмір кимейтін киімдер тұрады ғой ше. Соны қарап отырады да, өзіне ұнаған сатып алып сөйтеді ғой адамдар ше, эксклюзив, короче, вау, күшті мода деп. Сондай сияқты елестетіп отыр мен, жануарлар оларда осылай жүреді да, жануар ма даже непонятный ғой, мысалы. Мынау үкі, мынау баллон ба, домалақ бірдеңе. Осыларды естіп жүреді да, сонда қалаған, ұнағаныңды ақшаң жеткен сатып аласың да, өзіңдікін сатасың ғой. Мен сондай сияқты түсініп тұрмын. Так, енді мен мына орындарымды енді басқасын сатып алу үшін босатуым керек, сатып жіберуім керек аналарды. Мынау 2 жерде базамен, 2 ортада жүрумен ақ шаршайсың ғой мына жерде, заблокировать етем, мына сарыны басып, сосын ашам.
Мен примерно түсіндім енді ойынды, достар. Так, мынаны сатып жібердім. Вообще. Мынаны да сатып жібердім. Екеуін сатып жібердім. Короче, енді мен өзіме басқа бір персонажды алуым керек. Мына біреу, мынаның аты қандай мынаның? Осыны сатып алдым, короче. 4 бұрыш, қолында 2 таяғы бар екен, 2 қолында. Соны сатып алдым. Бұл да келіп, пока кіріп орналаса берсін өзінің орнына. Енді не бар енді? Мына жерде магазин дейді. Магазинде не сатады сонда? Қандай колесо айналып жатыр мына жерден? Енді мен примерно түсінген бойынша ойнап жатырмын. Сонда мына ойында не істейсің? Ақша аласың, сатасың, аласың, сатасың, сатып аласың. Короче, солай жүре бересің ба? Менде мыналардың жүрген жеріне барып көргім келіп жатыр ше. Қайдан шығып жатыр бұлар, қайда кіріп жатыр? Соны көргім келіп тұр. Мынау қыз да маған қарамастырады екен. Ол да жүр бағанадан бері өйстіп. Так, мынау Бонеко бір нәрсе деп жазып қойыпты. Домалатып жүрейін. Короче, мен аны сатып алдым, достар. Тез барса, мен домалатсам, ол асықпайды ғой ше. Өзі келіп тұрар. Мына жерге келіп отырды. Мына жерге келіп тұрды жаңа баллончик. Енді менде тағы 2 орын бар. Мен қанша орынды толтырдым, жартысын саттым, қайттан сатып алып жатырмын. Басқа қызық жоқ па сонда мына ойында? Осылай жүре берем ба, достар? Короче, достар, мен осы ойынды бірінші рет ойнадым. И примерно жүріп түсініп алдым да, осылай сатып алып, сатып, сөйтіп жүрдім мен. Достар, егер мен мына ойынды дұрыс түсініп, дұрыс ойнасам, маған комментарийге жазыңыздар. Дұрыс емес деп. Сіздер қалай ойнайсыздар бұл ойынды? Маған көмек ретінде жазсаңыздар болады. Мен осы ойынды осымен аяқтаймын, өйткені басқа дым қызық жоқ. Аласың, сатасың, непонятный персонаждарды, короче. Мен осымен ойынды аяқтаймын, достар. Мені каналыма тіркеліп, қолдап, лайк, комментарияларыңызды басып, жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Алдағы уақытта қандай мен былай жүріп, короче, мен ақшам көп болып кетті, көп ақша жинап қойдым, бірақ маған керек емес. Достар, короче, алдағы уақытта қандай ойын ойнайын, қандай ойын қызықты, қалай тез түсініп, қалай ойнауға болатын, сондай ойындар болса, маған пікірге жазып кетіңіздер. Достар, осымен мен осы видеоны ойынды аяқтаймын. Каналға тіркеліп, лайк басып, мені қолдап кетіңіздер. Всем пока!